Рингта өзімді жеңіл, бос сезінуге тырыстым, ойнап, ақылмен істеуге. Енді кішкене жартылай финалда енді кішкене атмосфера чуть-чуть басқалай болды. Бұдан да күшті бокста салатын едім деп айта аламын, өйткені өзім не істей алатынымды білемін, бірақ та сол күні болмады енді. Неге басқа спортшыларға да осылай көңіл бөлінбеді? Неге Нариман бөлек қалды, неге Назым бөлек қалды деген сияқты айтылып жатыр. Енді бізде енді медальмен келіп шүкір, бірақ та бізді олай қарсы алады әлі, білемін алдыда. Көлік мінгізіп жатыр. Сізге осындай ауқымды бір алдыңыз ба сыйлық? Кегелден ондай сыйлық ештеңе алған жоқпын. Қазір сұрап жатыр, асфальт төселді ме деп. Мен айтамын, төселген жоқ. Мен ол кезде жазған кезде айтқам, хотя бы түзеп қойса да шүкір деп. Ондай ештеңе өзгеріс ештеңе болмаған әрине. Бетінде қазір Қарасай ауданының әкімінің орынбасары бар. Хабарласып көрейік. Біз жол тегістеу жөндеу осы айдың аяғына дейін, ал асфальт төсеу көктем айында. Иә, көктем айларында. Біз ғана емес, бүкіл сол жерде тұратын адамдар қуанады деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, эфирде Ақ пен Қара бағдарламасы, студияда Самат Сапаралы. Біздің бүгінгі қонағымыз әлемнің 2 дүркін чемпионы, Париж Олимпиадасының жүлдегері, қола жүлдегері Назым Қызайбай келіп отыр. Қош келдіңіз, Назым. Қош болдық. Уақытыңыздың тығыздығына қарамастан бізге уақыт бөліп арнайы сұхбат беруге келіскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Қалыңыз қалай? Бәрі жақсы. Парижден кейін шаршау шықты ма? Иә, біраз шаршадық енді. Көп іс-шараларға шақырып жатыр, съемкаларға. Енді барынша енді бәріне қатысуға тырысып жатырмын. Сондықтан қазір енді кішкене шаршауға тура келіп тұр енді. Оны түсінеміз, бірақ қолдан келгенше бәріне қатысуға тырысып жатыр. Жақсы, көп рахмет. Жалпы Олимпиада қалай болды? Жұрттың бәрінің айтатыны қазір елдің аузындағы осы Олимпиада болып жүр. Сіз үшін қалай өтті Олимпиада? Олимпиада әрине өте қалай айтамын, Олимпиаданың атмосферасы, вообще Олимпиада бөлек екен басқа жарыстарға қарағанда. Өте қуанышты сезімде болдым. Енді Олимпиада жолдама алғаннан бері жақсылап дайындалып, сол Олимпиадада жақсы өнер көрсетемін деген мақсат болған. Алтын алсам екен деген мақсат қойғам алдыға. Енді ол жерде өзіңіз білесіздер, оңай қарсылас болмайды. Барлықтар мықты, тек мықтылар жиналған. Сондықтан енді мықтылардың арасында енді сол қолаға ие болдым. Оған да шүкір, қуаныштымын. Жалпы Олимпиада атмосферасы күшті дегенде енді ол жер бөлек, бір спорттағы бір бөлек дүние сияқты жарыс кезінде андай. Сол рингқа шыққан сәттері, рингтағы көрермендер қаншама көп сол жағына. Ол жерде сіз бірнеше рет әлемдік додаларға қатысып жүрсіз ғой, бірақ оның атмосферасы бөлек шығар. Әрине бізде әлем чемпионаттарында енді ол жерде енді спортшылар саны көп болғанмен әр салмақта ол жерде енді осылай адамдар көп жиналып, сондай қалай айтады, көрермендер көп жиналып, сондай залда или залдың жанында қаншамандай пресса дейді, сонда жоқ қой енді. Мына жерде енді сондай барлығы. Шыққан кезде бір бұрында телевизордан Геннадий Головкиннің болмаса UFC андай профессионалды бокстарда телевизордан көрсетеді ғой атмосферасын, адам толып отқанда мә деп ойлайтынбыз. Мына жерде сондай атмосфера болды. Жалпы Елдос бауырымызды ең бірінші президент өзі хабарласып құттықтады. Сізді кім құттықтады бірінші? Жартылай финалға шыққанда қол жеткізді дегенде көп адамдар енді телефон қарамадым ғой, көп адамдар жазған. Кім бірінші жазды или құттықтады деп айта алмаймын. Кіммен бірінші сөйлестіңіз? Ең бірінші шыққанда енді әрине жаттықтырушылар сол жақта құттықтайды. Одан кейін әлде өзіңіз қоңырау шалдыңыз ба? Есімде жоқ, осы біреу бірінші сөйлескен, есімде жоқ шыны керек. Өтірік айтпай қой, мынау звондады или мынамен сөйлестім деп. Есімде жоқ. Ата-анаңызға хабарластыңыз ба бірінші? Негізі ата-анам андай біледі да, мен негізі жарыста жүргенде, сборда жүрген кезде ол кісілер көп мазаламайды мені. Мен өзім уақытым болғанда или өзім звондағым келген кезде, көргім кезде звондап, өзім хабарласам. Енді қола жүлдеге жеткеннен кейін енді әрине бірінші ол андай группада өзімнің семейный группа бар, туысқандар группа или достар, залдағы бәрі бар, бәрі құттықтап жазып жатты. Мен содан кейін уже қалай по очереди ма или уже сөйтіп жауап беріп сөйттім. Былай жартылай финалға шыққанда бүйтіп звондап сөйлескен жоқпын негізі. Жай ғана рахметімді айтып аудио жібердім, болды солай. Жалпы Геннадий Головкинді бір сұхбатыңызды көрдік, бірінші рет сол жерде көрдім дедіңіз, иә? Қандай қолдау білдірді ол кісі? Енді ол кісі сол жақта барлық спортшылар қолдау көрсетіп сол жерде болды. Енді бұған дейін де енді көп адамдар келген кезде ол кісі көрдің ба деп сұраған, мен жоқ дедім, сол Олимпиадада ғана көрдім, живую.
келіп енді амандасып сәлем беріп содан кейін енді ақыл кеңесін айтып общий андай бір какой-то бүйтіп былай істе анам деп спортшыларға айтқан жоқ енді общий жақсы настрой жасап сәттілік тіледі сондай. Сізбен бірге кім бауырларыңыз, туыстарыңыз Ондай бар ма? ешкім барған жоқ. Ол жерде енді ондай не емес қой. Мүмкін енді әркім өзі келгісі келсе сондай не болса, мен ондай қалағанда жоқпын. Ондай ата-анам ондай жарысқа ешқашан бармаған, бұл жерде шетелге шықпаған ғой былай қарасаң ата-анам. Былай негізі папамның әпкесі болған, ол Италияда қазір, сол жерде как раз осы уақытта олимпиада уақытында сол жерде болған, сол кезде келейін деген енді. Мен айттым, Аурелиян келіп не істейсің, мен деревнядан шыға алмаймын, бәрібір жарысқа настрой ұстайсың, шығып ол кісімен көрісуге де уақыт бөлемейсің, сондықтан келудің андай қалай айтады, келіп ол жерде не істейді дегендей ғой. Қазақ елі бокстан алтын күтті, бірақ ерлерден негізі көбіне соларға үміт артты, әттеген-ай деген жерлері болды. Кей жерлерде төрешілер басқа қарсыласқа бүйрегі бұрып тұрды дейді. Сізде ондай болды ма? Мен жеке өзіме келетін болса, енді ондай болған жоқ. Бәр жекпе-жек жақсы болды. Енді төрешілер өз бағаларын мен рингта қалай бокстасам солай берді деп ойлаймын. Енді бірінші кездесуімде әрине бірінші раундта ма қарсыласыма берген едім 3-2. Бірақ мен өзіме сенімді болдым ары қарай жеңетінімді. Бірақ 3-2 бергенде енді болады ғой. Ойланасың, кейбір кезде сондай моменттер болады, андай жеңіліп жатқанда деген қобалжып, или наоборот напрягаться етіп кетіп, сондай ойланбай жүгіріп кетіп, олай неткен жоқпын. Салқынғанды ойланып істеп, сөйтіп ойландым, әлі 2 раунд бар, жеңемін деп сөйтіп жеңіп шықтым. Енді әр бойға солай рингта өзімді жеңіл, бос сезінуге тырыстым, ойнап, ақылмен істеуге. Енді кішкене жартылай финалда енді кішкене атмосфера чуть-чуть басқалай болды, өйткені енді басқа жерге де ауысты бокстатын, уақыты да ауысты, сол да мүмкін бір үлесі болып кетті ма жеңілуге. Болмаса көп күтіп, барлық құттықтап уже қолдау көрсетіп, барлық алтын күтеміз, алтын давай, алтын, енді сендер ғана қалдыңдар, алтын жеңдер деп. Нұрбек те оны сезінген шығар, енді финалға шыққаннан кейін. Мен жартылай финалда да сезіндім оны сондай. Бірақ енді оған мән бермеуге тырыстым, настрой ұстап, енді жақсы бокстасуға, жақсы сынып, жақсы шықтым. Енді қарсыласым да осал емес, мықты боксшы. Соңғы жарыстардың бәрін жеңген. Енді қолымнан сол күні қалай қолымнан келді, соның бәрін жасадым. Енді бірақ бұдан да күшті бокстаса алатын едім деп айта аламын, өйткені өзім не істей алатынымды білемін, бірақ та сол күні болмады енді. Бұйырғаным солай. Бақшабама дейсіз ғой. Сол да бар, иә. Енді Қытай қызы мықты қыз енді. Мықтыларды мықты деп айту керек, бірақ ол жерде жиналған спортшылардың бәрі мықты болады. Сол жерде сол күнде өзінің айласын кім асырып кетеді, сол жеңеді ғой. Иә, бұл әрине спорт, біреу жеңеді, біреу жеңіледі. Жалпы Қазақстанға келген кезде, қазақ жерін қайтадан басқан кезде қандай әсер алдыңыз? Сізді қолдаушыларыңыз, туыстарыңыз бәрі күтіп жатты. Әрине енді әр жарыстан кейін енді бұлай күтпейді ғой. Олимпиаданың енді күтуді, олимпиада жарысында өзі бөлек қой енді. 4 жылда бір лез болатын жарыс. Әуежайға келген кезде әрине халық көп келген, туған туыстар, таныстар, спортшылар, достар бәрі жиналған. Енді кішкене күткен кезде, ең бірінші шыққан кезде ата-анам қарсы алды. Сөйтіп ата-анам көріп, құшақтасып, амандасып, сөйтіп шықтық. Содан кейін адамдар енді кішкене ажиотаж болып кетті. Адамдар бір-бірін итеріп басып жүр. Мен өзім де суретке түскісі келеді. Суреткісі келеді, енді келіп көріп. Уже 4-5 адам бет уже қоршап мен сөйтіп енді ол кісілерді итеріп жатыр, ана жақта журналистер бар, телевидение, олардың бәрін жүріп жатыр, артынан итеріп жатыр. Ана уже андай видеолардан көрген шығарсыздар, білмеймін, ол сәттері бар ма? Өзім де түсінбей қалдым, білейін деп. Кішкене ойлаймын енді күткен кезде былай қоршап, кейін уже Нұрбектің күткен көрім, солай істегенде кішкене ондай болмайтын беді деп. Енді уже енді солай күтіп алды, басында солай бәрі қоршалып тұрған дейді, неткен, бірақ адамдар уже басып кіріп кетті деп. И сол үшін кішкене тез болып кетті да. Қатты адамдармен кішкене эмоциямен бөлісіп, суретке түсіп, сондай болмай қалды. Бірақ та енді тез сразу келгеннен сөйтіп, кішкене интервью алып, сразу машинаға шығарып салды ғой, сөйтіп үйге кеттік. Үйде уже туысқандар, өзім жақындарым, таныстар,
мектебіміздің басқармалары солар кішкене келіп бастықтары сол жерде құттықтады, солай болды. Құттықтады. Жалпы келген жаңағы спортшылардың кейбірі жаңағыдай той жасап, оны кімдер ұйымдастырғанын білмеймін. Мүмкін кәсіпкерлер, әкімдер ұйымдастырды ма, той жасап құттықтап жатты. Кейбіреулері тіпті әлеуметтік желіде өзіңізді көрген шығарсыз. Неге басқа спортшыларға да осылай көңіл бөлінбеді? Неге Нариман бөлек қалды, неге Назым бөлек қалды деген сияқты айтылып жатыр. Енді ол мен ойымша енді әр қалай айтады, әр өнер дей ма, қаланып өзінің планы бар, күтіп алуы да. Біреу деген солай Сметов енді алтын алып келді, енді адамдар күте алмайды уже анандай бәрі солай қарсы алу керек болды ол кісіні. Енді бізде енді медальмен келдік шүкір, бірақ та бізді де олай қарсы алады әлі білем алдыда. Ондай бізге де айтады ғой, жоспарда бар, просто асығып емес, осылай бір іс-шара қылып, сондай қылып өткізеді, асығыс емес. И жалпы негізі барлығы сол өзіміздің Алматы қаласы, Алматы федерациясы болсын, Алматы облыстары, басқа көп жерлердің құттықтаулары негізі болады деп ойлаймын. Бірақ барлығы сол біздің президент елбасымыз құттықтап, содан кейін жалғасатын шығар дейсіз ғой. Жалғасатын шығар деп сөйтіп пландаған деп ойлаймын. Енді қазір кішкене өзгерістер болып кетті, енді бәрі өз уақытымен болады. Мүмкін президенттің алдына түспек деп күтіп отқандар бар шығар. Енді мен ойлаймын, енді сол интернетте көріп жатасың, Нариманға бөлек қандай көңіл бөлмей жатыр деп ондай нәрсе жоқ. Просто адамдар тек қана сондай анық қанығын білмей бүйтіп айта береді ғой, жаза береді көп. Біз енді оның бәріне жауап берсек те болмайды, енді біреулер үшін жауап берсек болмайды. Просто енді көреміз бе, а так жауап бермейміз просто. Өзі біледі Нариман. Әкімдік ұйымдастырған шараларда тіпті спортшының өзіне, жаттықтырушыларына көлік мінгізіп жатыр. Сізге осындай ауқымды бір алдыңыз ба сыйлық? Кегелден ондай сыйлық ештеңе алған жоқпын. Бірақ та енді оның бәрі болады деп. Бізге Нариман айтқан сәт бізге тиесілі нәрсенің бәрін аламыз. Жақсы, рахмет. Осында жұрттың бәрінің бір кішкене мысқылға айналдырып кетті. Негізі Елдостың үйінің алдына асфальт төсеу, оны сіздің де сұхбатыңызда айттық. Қалжың ретінде, прикол ретінде видеолар түсіп кетті. Ол кетті. Мүмкін үйіміздің алдына асфальт төсеу үшін біздің ауданда бір чемпион шығу керек ол да бір мотивация шығар да. Кім біледі. Енді қалай айтады, солай бүйтіп интернет желіге тарап кетті. Енді қазды сұрап жатыр, асфальт төселді ме деп. Мен айтамын, төселген жоқ. Мен ол кезде жазған кезде айтқам, хотя бы түзеп қойса да шүкір деп. Ондай ештеңе өзгеріс ештеңе болмаған әрине. Енді уақыттар келгенде өз уақытымен жасайтын шығар деп ойлаймын. Сіз Алматы облысы Қарасай ауданындасыз? Қарасай ауданында тұрамын қазір. Тұрасыз? Жетігенде тұрғам, Алматы облысында, Алматыда тұрғамыз енді. Қазір былай істесек, мен өткенде командировкамен сол именно Қарасай ауданында, Жамбыл аудандарын аралап қайттық. Менде қазір Қарасай ауданының әкімінің орынбасары бар. Хабарласып көрейік. Мен білмеймін, ол кісілер мен ол жақта тұратынын да білмейді. Негізі вообще ол мен тұрам ба, или спортшылар тұрам ба маңызды емес қой. Негізі жасалатын нәрсе өз уақытымен жасалады деп ойлаймын. Әрине қандай не болып кетті ғой, хейт болып кетті, хайп болып кетті, короче. Бірақ бір видеоларда жүрді ғой. Бексұлтан мырза, ассалаумағалейкум. Есім Самат Сапаралы болады, журналист. Біз қазір сіздің жерлесіңіз Назым Қызайбай олимпиада жүлдегерімен сұхбат алып отырмыз. Сізден сұрайық деп едік, қазір олимпиада жүлдегерлеріне қазір интернетте әртүрлі әңгіме жүріп жатыр ғой. Асфальт төсеу, жол төсеу, осы мәселе бойынша Назым Қызайбайдың ауылына, көшесіне жөндеу жұмыстары жүргізіле ме? Соны сұрайын деп едім өзіңіз енді. Жалпы енді біріншіден қуаныштымыз, жерлесіміз осындай бір жақсы жүлделі елдің абыройын жаңағы асқақтап жатыр. Жалпы әкімдік тарапынан жалпы былай қарау мәселелері жүргізіліп жатыр. Былтырғы жылда мәселе көтерілген екен. Биылғы жылдың жаңағы жолды смета дейді ғой, жаңағы құрылыс монтаж жұмыстарын жүргізу алдында жаңағы есептеу шаралар жүргізіледі. Соның жаңағы есептеу шаралары биылға қарастырылып жүргізілген. Бірақ енді мынау қазір күз мезгілі келуіне орай бюджеттен ақшаны қазір қарастырмай, көктемге қарастырып отырмыз жаңағы құрылыс жұмыстарын жүргізуге. Былай қазіргі таңда
жаңағы тиісті әкімдік, ауылдың әкімдігі өткенде бір хабарласып сөйлескенбіз. Жалпы ауылдың жаңағы көшелерін жөндеу жұмыстары, жаңағы ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Сол жерде осы кісінің де жаңағы көшесі бір ретке келтіреміз деген ойымыз бар. Бірақ жаңағы асфальттау жұмысы ендігі жылы қарастырылып, көктем айға. Демек, жол тегістеу жөндеу осы айдың аяғына дейін, ал асфальт төсеу көктем айында. Иә, көктем айларында. Қазір енді біз конкурсный процедурасын өткізгенмен де, қазір бюджеттен ақша алсақ, конкурсный процедурасын өткізіп, пока тиісті мекеме, жасайтын мекемені анықтағанша уже жаңағында қыс айлары болып қалады уже. Ноябрь кездерінде біз уже асфальт төсемейміз. Жақсы. Төсегенмен де ендігі жылы жаңағы көтеріліп кетеді, соңғы сапасыз болып қалуы мүмкін. Жақсы, рахмет. Ендігі жылға жоспарлап отырмыз. Көп рахмет Бексұлтан мырза. Жақсы. Молодец, дұрыс жауап бердің. Құдай қаласа, айдың аяғына дейін жолымыз тегістеледі, келесі жыл көктемде асфальт салынады дейді. Салынсын. Ол жерде біз ғана емес, бүкіл сол жерде тұратын адамдар қуанады деп ойлаймын. Жақсы. Ал жалпы алдағы жоспарыңыз енді келесі олимпиадаға дайындалу, үшінші рет әлем чемпионы атану. Иә. Жоспар көп. Қазір таңда осы көптен күткен олимпиада бітті. Қаншама жыл олимпиадаға үшін еңбектеніп тердік. Енді қазір соны қалай айтады, жемісін жеп, баратын жерлерге барып, кішкене демалып, отбасымен уақыт өткізіп, содан кейін уже ақырындап жаттығуыма кірісемін. Жақсы. Ал енді негізі көп кісілер айтып жатыр ғой, өзбек бауырларымыз 8 алтын алды, оның 5-еуі бокстан болды. Өйткені олар ұлттық нақышта, ұлттық киімдерін киіп, жаңағыдай халықтың ақсақалдары жүрді, сол жерде әр ойын сайын батасын беріп жүрді дейді. Сізге бата алып шықтыңыз ба жалпы? Бізде де әрқашан жарысқа кеткен кезде Құдай тамақ беріп, бата алып, үлкен ағаларымыздың бұрын олимпиада чемпиондары, жүлдегерлері, солардың баталарын алып, үлкен аталарымыздың баталарын алып, бізді жолға шығар кезде әрқашан сөйтіп құрамамен сөйтіп жасайды. Қанша кез болды уже, қанша рет. Енді бұл жерде енді тек қана сол жерде бата алып жарысқа шыққан емес, бұл жерде жарыс кезінде қаншама адамдар тілек тілеп, жақсы нәрсе тіледі. Енді бұйырған енді болады. Енді әрине өзбектер жақсы өнер көрсетті, бірақ та енді біздің жігіттер олимпиадада енді алтын алмаса да, енді жігіттер барын салды, қолынан келген істеді. Ол жерде тек қана мықты боксшылар болады. Барлық бойларында тең деңгейде өтсе де, енді қалай айтады, төрешілердің көзі сол қарсыластарына берген. 3-2 көбінесе жеңілген балалардың көбісі 3-2-мен жеңілген. Өйткені тең дәрежелі бокс болды деп. Өйткені мына жерде жаңағыны айтқанда олимпиадада осал қарсыластар болмайды. Барлығы бір-біріне іріктеліп шығады ғой әр өз еліне. Және де Қазақстан боксерларына барлығы как енді ұту үшін, мне кажется, ол жерде біздің боксер мықты, сол үшін олар бәрін беріп тоже ұту үшін бәрін істейді. Настрой ұстайды. Сондықтан енді қазір енді олимпиадада алтын алмасақ та жігіттеріміз қанша бұған дейін алтын кетірген. Соңғы әлем чемпионатында да 4 чемпион болып келді. Сол кезде қазақ елі бәрі бүйтіп боксерлар көтерген еді. Енді қазір кішкене енді әрине спортта жүргеннен андай жеңілісте всегда қатар жүреді ғой. Енді просто қазір осы олимпиада біздің боксерлар үшін кішкене жол болмады десем айлы, бізде барлығы дайындалып келді. Енді бақ шабама демек те бар. Өзі солай болды. Енді бірақ жігіттер қолынан келген аянбай барын салды деп ойлаймын. Қазір басыңыз бос, бірақ көп жігіттер спортшы қыздарға осындай жекпе-жекпен айналысатын қыздарға қорқынышпен қарайды. Жалпы сіз өмірде қандайсыз? Мен ойлаймын, енді ол деген қорқынышпен қарайтын жігіттер, олар өздеріне сенімсіз жігіттер шығар, мен сол ойлаймын. Если сен біздің нағыз еркектер өзін еркек екенін біледі, қандай қыз болмасын, оның жанында ол еркек болып өзін сезінеді. Мен солай ойлаймын. Осындай, қазір осындай сіздің қарапайым, мен андай. Енді қазір енді кішкене макияж істебам, атакта олай өзім боянған онша ұнатпайды. Кішкентай кезден өзім солай өскем, ол спортқа қатысты ештеңкесі жоқ. Кішкентай кезден өзім ер балалармен дос болып, ер балалармен жақсы
тил табыса билетмин. И олар менен ойнаган кызык болотун да кыздардан караганда. Ал уже спортко кийгенден кийин уже өзүм сыяктуу кыздар болгондон кийин уже жан жагымдагы эми досторум баары эми азыр спортсменкалар в основном сондай. Жақсы рахмет Назым ханым, уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге. Алдағы уақытта өзіңіздің көздеген діттеген мақсаттарыңызға жетіп, Олимпиада чемпионы болып, көп балалы ана болуға да тілектеспіз. Рахмет. Аман болыңыз. Сау болыңыз. Құрметті көрермен, осымен біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Аман болыңыздар. Алдағы уақытта Олимпиаданың басқа да жүлдегерлерімен сұхбаттасамыз. Сау болыңыздар.